Ассаляму алейкум, урмәтле сәрҗеләр. Бу UA TV студияда Украина хәбәрләре бүген июньнең 25-ші салы көне бу сезләргә Украинада вә дөньяда улып кечкән вакыйгалар хакында тариф этмәгә азырмыз. 36-нчы Эрвин Кайда акциясы Киевдәге Русия элчилеге бинасы янында эшгал ителгән Кырымда кырсызланылган 15 кеше хакында хатırlatмак өчен фаиллар топлашты. Кырсызланганлар арасында Эрвин Ибрагимов да о белгесез гаип олганындан энди 3 ел кечти. Кырым соц фаилларының белдергәненә күрә, эшгалчылар Кырым татар курултайы делегатының кырсызлануын тәкъиқ этмей, бу вакыт ичендә Русияның органнарына 140 ариза юлланды. У нас є відповідна інформаційно-адвокаційна кампанія. Find and Free тапмак ве азат этмек малумат компаниямыз бар. Да, where is Эрвин Кайда хэштега. Не үчүн Эрвин Ибрагимов бу вакыя эң белли олду, чүнки анда пек чок делиллер бар. Шунун үчүн бунун этрафында Эрвин Кайда малумат компаниясына тешкил этмек карар алдык. Кырым татар фаали Дөнья Кырым татар конгрессы ижра комитетінің азасы Эрвин Ибрагимов 2016 сенесі майысны 24-нды Бахчысарайда эшгалчылар тарафындан кырсызланды. Эртесі күні yol ортасында ташланған машинасы тапылды. Бүгінге қадар оның тақдиры хакында бір шей белли дегел. Страсбургта Русияның Авропа Шурасының парламент ассамблеясына кайтмасына каршы наразылык акциясы кечерилди. Авропа Шурасының бинасы янында Украин фаиллары ве оларның тарафдарлары, гуржи җәмгыяте вәкилләре ве демократия принципләренә первасыз олмаганлар топлашты. Акция ассамблеяда санкцион механизмны лягу эткән ве Русиягә яныдан ассамблеяда рейберуф акыны янартмага имкан берәҗәк бәяннаменың кабул этелмәсе сәбәбеннән кечерилди. Наразылык акциясы иштиракчыларының колунда Украина ве Гурҗистан милли темсилләре. Фаиллар Кремль мобюслары ве әсәрлекте тутылган дәнәҗеләр хакында да хатırlatты. Олар мобюсларның фотосурәтләрен келді. Украина делегациясы наразылык белдереп Авропа Шурасы парламент ассамблеясының отырышындан чыгып кетті. Киев темсилчиләре отырыш залына тек Москвага салахиятләренең кайтарылмасына итираз белдермәк өчен вакытынча кайтачак. Бу вакытта Украина делегациясының башы Владимир Арьев белдерде. Авропа Шурасы органнарының фәалиятында Киевның иләрдәки иштирагы да беле дегел. Мәсьәләне хәл итмәк өчен делегация Украина президенты ве Украина тышкы эшләр назирлегенә мөрәҗәгать этте. Володимир Зеленский ассамблеяга Русия делегациясының кайтарылмасы карарының мемнун олмаганын белдерде. Тәфсилатлыжа мөхбирләребезнең левхасында. 5 ел олмамасызлыктан соң Русия делегациясы Кения Авропа Шурасы парламент ассамблеясының отырыш залында ве бірінші оларақ о ассамблея рейс Муавина Васевесіне оз намезетіні теклиф етті. Бу Кырым ишгаліне қол тұтқаны үшін Авропа бірлігінің санкциялар жетвелінде олғанлар Мебиус Леонид Слуцкий. Бу вазифеге екені намезет олғаны үшін Слуцкий автоматик оларақ сайланмақ керек еді. Амма Украина делегациясы рейв беріп олмасыны талап етті. Рейс Муавина ақшамки отырышта қапалы тарзда сайланылacak. Бу yerде отырыш залында Авропа Шурасы парламент ассамблеясының иш тәртибіне riayet etmelimiz. Бу мәҗбүриятләр шундагы вакытта залда булынган делегацияның бер азасына айет. Бу yerде җинаятьчеләрнең бәрабәрлектә булынып оламайык. Украина Русия делегациясын Авропа Шурасы парламент ассамблеясына кайтмасына наразылык белдереп отырыш залындан чыгып кетті. Делегация Верховная Радага мурачат этеп Украина делегациясын Авропа Шурасы парламент ассамблеясының ишендә иштирак этүне токтату мәсьәләсеннән бакып чыкмаларны истәйбез. Украина президенты ве Украина тышкы эшләр назирлегендә мурачат итәбез. Украинаның Авропа Шурасында иштирак этү вакытында позициямызны белгиләмәк кирәкмез. Русияны Авропа Шурасы парламент ассамблеясының сессия залына кайтмасына хакында карар кеч геҗә вакытында 9 саат дәвам иткән мөнакашалардан соң алынды. Нәтиҗәдә мөбүсләр Авропа Шурасы парламент ассамблеясының санкциялар механизмын бөтенләй диңгештергән карарны кабул иттеләр. Индидән башлап ассамблея делегатларының комитетләрдә иштирагын верей бирү хаккыны сыңырлап оламайчак. Насамперед це є моральні втрати. Теренже бақсаң нені көрмеге мүмкін бойлы етіп, тек Украинаға қаршы дегіл, амма ғарып мемлекетлеріне де гибрид стратегияның әмелге кечірілуі үшін yol açıla. Misal olarak arizalar kullanıp, oz көзетежілеріні сайлауларға yolлап.
Авропа Шурасы парламент ассамблеясының Русияның сәлихиетлері 2014 сенесі Қырым ишғалінден сон беллі дереже сыңырланылды. Орей бюроф аққындан отырышуларда иштирак етмектен ве чықышларда болмақтан марум етілді. Бұна жевап оларақ Кремль тешкілятқа азалық үжретіні бермемеге тоқтады. Бүгінде оның боржы 70 миллион евродыр. Бұндан себеп бұл айда парламент ассамблеясы Русияның азлығындан бүтінлей марум етілуі аққында суалына ал етмек керек еді. 118 депутатів цієї організації проголосували. Авропа Шурасы парламент ассамблеясының 118 мебесі ассамблеяның бір дәне біле қарараны керчеклештірмейіп, Русия азылық үжретіні берсін деп рейберді. Олар үшін пара принциплерден да қиметлі екен. Енді бұл 118 Авропа сесечісі Донбасс ве Қырымда украинлерінің өлдірілігі ве саяси мобюслерге қаршы қоланған қылынувлар үшін месулиетледір. Русия делегациясының халқара мәжбүриетлеріні беджермеден Авропа Шурасы парламент ассамблеясына қайтмасына Фельменг, Франкистан, Алмания, Италия, Түркия ве дигер мемлекетлер қол тұтты. Украина, Исвечия, Полония, Хорватия, Романия, Бuyukbritания, Литвания, Эстония ве Эрменистан қаршы чықты. То, что произошло сегодня. Мына бұл Страсбург келішмесідір ве бұл бұтын Авропа тәлікесізлігі үшін пек хафлыдыр. Келечек сефер Путинның невбетекі террор элемінден соң, мисал оларақ Солсберидеке зейірленув кібі мына бұндан соң бұл 118 мебузде қабатлы олacak. Украина делегациясы наразылық білдіріп Авропа Шурасы парламент ассамблеясының отырышындан шығып кетті. Киев темсілчілері отырыш залына тек Москваға сәлихетлерін қайтарылмасына итираз білдірмек үшін қайтacak. Австрияның юқары махкемесі Украина олигархы Дмитрий Фирташны Америка Бірлешкен Дәулетлеріне экстрадиция этмеге ызын берді. Егер қарар Австрия әділия назиры тарафындан тыздықланылса, Фирташ Америкаға июль айында йоланacak. Бұқта Радио Свобода хабераты сабық Украина президенті Виктор Януковичның итtifaqdaşı Дмитрий Фирташ Индистанда титанчы қаралығы үшін қабар берувнен қабатланыла. Тақиқатның мәліматына көре, о лицензия алмақ үшін $18 миллион берген. Иш адамы 2014 сенесі март айында Виянада Америка тақиқатчыларының талабынен тевқиф етілді. Біраз сонра $174 миллион рей берув аққынен азат етілді. Самбо спорт чешетінің ғалиплері Киевге Минскте өткерілі атқан екінші Авропа ойынларындан украинлер қайтып келді. Нәтиженен мемнун олғанларыны білдірділер. Самбо Украина жима тақымында 15 кіші. Қадынлар 6 медаль әлде етті. Алтын, 3 күміш ве 2 тунч. Авропа ойынларының чемпионы Анастасия Сапсай алетіжі ұрышта. Әвел юткузған рәқібінен ярашқаныны айта. Ве бұл ұрыш оның үшін реванш олғаны. Программу минимум мы виконали, программу максимум. Азыны яптық, чоқыну есе yok. Erkekler arasında raqabet güçlüdür. Bundan gayrı şimdi erkek takımımızda denişmeler. Büyükler ketті, uykenler keldi. Олардың тәжірибесі da az. Білесем екі кечер кечмес, оларда iyi нәтижелер көстерір. Құрметлі сәржелер, бұл дақиқаға бұл соңғы хаберіміз, дадачо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда ойқой білесіңіз. UATV елі олыңыз өзіңізге мұқайтылыңыз, сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар көрішкенже.